Bir күні қой мен ешкі екеуі көшеде әңгіме дүкен құрып келе жатады. Алдарынан ұзын сақалды үш жігіт шығады. Әлгі үшеуі қойды тоқтатып алып, әбден ұрып соғып тепкілеп тастап кетеді. Қой орнынан әрең тұрып, үстін қағып: «Ойпырмай, мыналарға не болды? Сені неге ұрмады?» деп ешкіден сұрайды. Сонда ешкі сақалын сипап тұрып: «Әлхамдулилла, свои же узнали» деп жауап беріпті. Бір күні үш ұры болыпты. Олар бір үйге кіріп кілем ұрлап кетеді. Ертесіне кілемді базарға сатуға апарады. Екі ұры базарды аралап, жағдайды бақылауға кетіп, үшіншісі кілемді сатуға қалады. Ол бірақ байқамай отырып, ұрлап алған кілемін біреуге ұрлатып алады. Кейін әлгі екі ұры келіп, кілемнің жоқ екенін көреді. «О, кілем қайда? Қаншаға саттың?» деп сұрайды. Сонда үшінші ұры еш саспастан алған бағаға кетті депті.